Дала қорғаны. Аспанға қарасаң, түрлі бұлттарды көресің. Жай ғана әдемілік емес, табиғаттың үлкен құпиясын сақтап тұр. Нұрасыл, бұлттар қайдан пайда болады? Олар неге аспанда жүр? Бұлттар судан пайда болады. Бірақ су біз ойлағандай төменде емес, аспанда болады. Жердегі өзен, көл, теңіз бәрі күннің жылуынан өзгеріске ұшырайды. Күн қыздырғанда су буға айналып, көзге көрінбей жоғары көтеріледі. Аспан биіктеген сайын ауа салқындайды. Су буы кішкентай тамшыларға айнала бастайды. Миллиондаған ұсақ тамшы бірігіп, бұлтты құрайды. Ал неге кейбір бұлттар аппақ, ал кейбірі қара болады? Ақ бұлтта су аз болады, ал қара бұлтта тамшылар көп, сондықтан ол ауыр көрінеді. Бұлт неғұрлым ауыр болса, соғұрлым жаңбыр жауы мүмкін. Бұлттар өздігінен жүрмейді. Оларды жел бір жерден екінші жерге алып барады. Сонда бұлттар ұшпай ма? Қалай ол сонда? Түсінбедім. Жоқ, оларды көрінбейтін жел қозғалтады. Жел табиғаттың тынысы. Тамшылар үлкейіп ауырлағанда жерге жаңбыр болып түседі. Қыста ауа суық болғандықтан су мұз кристалдарына айналып қар жауады. Ал бұршақ ше? Ол неге қатты? Бұршақ бұлт ішінде бірнеше рет қатып үлкейеді, сондықтан ол мұздан тұрады. Сондықтан бұршақ жерге қатты болып түседі. Жазда жаңбыр, қыста қар, ал кейде бұршақ. Аспан өте қызық екен. Иә, ол үлкен табиғат зертханасы. Бұл бала қорғаны әлемі. Бізбен бірге үйрен! Келесі серияда найзағай мен кемпірқосақты бірге зерттейміз. Сау болыңдар!